Айдарбаева Венера Төлегенқызы, Хромтау ауданы Тасөткел орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі, педагог, сарапшы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Серғазиева Жанар Берікқызы, Хромтау ауданы Тасөткел орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі, педагог, модератор. Бүгін сіздерге әріптесімен бірге ұсынатын сабақтың тақырыбы тармақталған алгоритмде биологиялық зертхана нәтижесін бағдарламалау. Сабағымыздың мақсаты тармақталған алгоритмді қолдану арқылы биологиялық зертханалық жұмыс нәтижелерін бағдарламалауды үйрету. Сонымен қатар, оқушылар бағдарламалау тілінде шартты операторларын тиімді қолдану арқылы зертханалық жұмыс барысында алынған элементтерді өңдеп, дұрыс нәтиже шығарады. Үміт, мен сен ауырып қалды деп естідім. Жақсардың ба? Рахмет, менде бәрі жақсы. Иммунитеттің түсіп кеткенін дәрігерлер ескертті. Ендеше біраз дәрілер қабылдау керек. Иммунитет көтеру үшін мен нас сусынды ішіп жүрмін. Ішінде с дәрумені бар. Сен нас сусынның ішінде с дәрумені бар екеніне сенімсің бе? Мына жерде биология апай отыр, содан сұрап көрейік. Апай, нас сусынның құрамында с дәрумені бар ма? Бұны зертханалық жұмыста зерттеп көрсек бола ма? Әрине, Еркетан, зертханалық жұмыс жасауға болады. Бірақ келесі сабағымызда бәріміз бірге жұмыс жасасақ қалай болады? Неге апай, қазір жасап көрмеске? Сіз боссыз ба? Боспын. Ендеше бүгінгі менің сабағым тақырыбына келеді екенсіздер, биологиялық зертхана жұмысын жасаңыздар, нәтижесін бағдарламалауға салайық. Жақсы онда. Ендеше балалар, бүгінгі биология және информатика пәндерін кіріктіре отыра сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы тармақталған алгоритмде биологиялық зертхана нәтижесін бағдарламалау. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын бейнематериалға назар аударайық. Тармақталған алгоритм орындалуы керек. Қадам белгілі бір шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты жүзеге асырылатын алгоритм. Шарт дегеніміз, тексеру нәтижесінде иә немесе жоқ логикалық мәндерін қабылдайтын логикалық өрнек немесе пікір. Алдымен, if операторы туралы айтайық. Бұл сұрақ қою сияқты, егер бұл шарт орындалса, онда бірінші әрекетті орындайды. Мысалы, егер далада жаңбыр жауып тұрса, қолшатыр аламыз. Қарапайым мысал. Әйтпесе қолшатыр алмаймыз. Егер бірінші шарт орындалмаса, онда бұл сіздің қосалқы жоспарыңыз, әйтпесе екінші әрекетті орындайды. Мысал қарастырамыз. Нақты А саны берілген. А саны оң болса, квадратта теріс сан болса, кубын есептеп, нәтижені экранға шығар. Тапсырманы орындауда шарт тексерудің толық құрылымын пайдаланамыз. Тапсырма бойынша А үлкен сумбыл, А кіші нұр шарттары туындайды. Осы екі шарттың біреуін тексеру жеткілікті. А үлкен фурден орындалмауына, ал А кіші мурден орындалуына алып келеді. Өйткені сан не оң, не теріс болады. Тармақталу кодыңызға ақылды шешімдер қабылдауға көмектеседі. Бұны жаттығыңыз, жақын арада сіз кәсіпқой сияқты код жаза бастайсыз. Келесі кезге дейін. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма? Жақсы болды. Тармақталған алгоритм дегеніміз не болды? Кім айтады? Жақсы, Алымжан айта ғой. Тармақталған алгоритм дегеніміз орындалуы керек қадам белгілі бір шарттың орындалуына немесе орындалмауына байланысты жүзеге асырылатын алгоритм. Жақсы балдар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сіздерге бір мысал есеп айтайын. А саны берілген, оң немесе теріс екенін анықтау керек. Соның нәтижесін бұл схемамен тақтаға сызайық. Кім шығады екен? Мен шықсам бола ма? Жақсы, Еркетан келе ғой. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, келесі кезекті зертханалық жұмысқа берейік. Ендеше балалар, бүгінгі зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Ал енді оқушылар, зертханалық жұмыста Еркетанның сұрағына жауап іздейтін боламыз. Ол үшін Үміт ішіп жүрген сусыныңды әкеле ғой. Енді оқушылар, осы сусынның ішінде С витамині бар ма, жоқ па, соны анықтайтын боламыз. Ендеше бастайық.
аяқ тамызғанда өзгеріссіз қалды. Соға қойды. Мынау міне, қараңыздар, өзгеріп кетті, көк түске еніп кетті. Сенде де міне өзгеріс пайда болып жатыр, иә? Сонда өзгеріссіз қалған қайсысына С дәрумені көп? Таза апельсин шырынында. Сонда көрдіңіздер ма? С витамині апельсин шырынында. А мыналарда уже не бар деген сөз, балдар? Қоспа бар деген сөз, иә? С дәрумені, иә, апельсиннің жасалып тұрған шырын ғой, бірақ қоспасында су бар, сол себептен анау өзгеріске еніп жатқаны содан. Не өзгеріссіз таза тұнба, сол күйінде қалып деген. Түсіндіңдер ме, балдар? Сонда бізге С дәрумені қажет болатын болса, онда не ішуіміз керек, жеуіміз керек? Апельсин шырынын. Түсінікті болды ғой, иә? Зертханалық жұмысымызды ойдағыдай аяқтадық. Енді сіздерге сұрақ, қандай нәтижеге қол жеткіздік? Бұл жерде Ұлбикенің ішіп жүрген сусыны басқа түске еніп кетті. Себебі бұның құрамында С дәрумені жоқ екені бізге байқалды. Ал екінші апельсин шырынында ол табиғи өніммен жасалғандықтан ол өз қалпында қалды. Өте жақсы. Ал жақсы, Венера апай, сізге көп рахмет. Балалар, енді биологиялық зертхана нәтижесін алып болсақ, Python бағдарламалау тілінде өңдейді. Ол үшін ең алдымен алгоритмдік тілін синтаксисін құрып алайық. Ол үшін сіздер бірінші алдымен сандық мән енгізесіздер. Егер манағы өзіміздеріміздің құрамында С дәрумені болса, оннан жоғары мән енгізесіздер. С дәрумені болмаса, оннан төменгі сан енгізесіздер. Ендеше Python бағдарламалау тілінде жаза қойыңыздар. Есебінің нәтижесі шықты ма? Бұл жерде шырынның құрамында С дәрумені жоқ екені, алманың құрамында С дәрумені жоқ екені және апельсиннің құрамында С дәрумені бар екені анықталды. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы балдар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағымызда кері байланыс ретінде Сону ай бағдарламасында шағын өлең шығарып жіберіңіздер. Бұл сабақ керемет, бүгін Python бағдарламасы еді. Сөйтіп мені денсаулықта, биология бізді күтеді. Информатика әліңе таныс, тұрмақтаған алғарит білік тұнда.